Әуелі 18.000 қаламның жаратушысы, тәрбиелеушісі Алла Субхана Тағала артымызға кесілсіз мадақтар болсын. Оның ардақты елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға сансыз салауаттар болсын. Осы жерге біздің басымызды қосуға нәсіп етіп отыр. Біздердің үлкен бір мәселені талқылауға, Құранда айтылатындай кеңесіп істеңдер, шура болсын дегендей, біз енді кеңесіп ақылдасып, үлкен бір істерді бастасақ, бисмилла деп бастаймыз. Сол дәстүрімізбен осы бір желімізді де бастайық. Бүгінгі жиналған басты себебіміз осы Қазақстанға, қазақ халқына еңбек сіңірген әртүрлі салаларда, ғылым, білім, мәдениет, бизнес салаларында, әскер салаларында қызмет еткен біраз қауым жиналып отыр. Біздің қатарымыз бұдан да көп, үлкен алқалы жиын жасасақ та болады, 500 мың адам шақырып та жасасақ болады. Бірақ сол үлкен көл, теңіз болу үшін әуелі бір тұма бұлақтан басталу керек әр нәрсе. Сол тұма бұлақтың басы бүгінгі жиынымыз деп есептейміз. Соған барлықтарыңызда қош келдіңіздер. Бүгінгі негізгі қаралатын мәселеміз, қазір барлығымызды да толғандыратын мәселе, адамзат қайда бара жатыр? Адам баласы не болмақшы? Біздің елбасымыз да жақында айтты, адамзат жақында үлкен бір қиыншылықтарға жақындап барып кеттік деді. Әлі ол қатердің, қауіптің беті қайтқан жоқ. Адамзаттың ақыл ойы, санасы жақсы, имани, Алла Тағаланың өзі адамды халифа етіп, көркем етіп жаратқан бағытында емес, керісінше шайтани, хайуани, әртүрлі жаман бағыттарға кетіп бара жатыр. Сол себепті адамзаттың алдында үлкен қауіп қатер тұр. Біз енді адамзат тарихынан білеміз, Адам ата алейхиссалам жәннаттан қуылып жерге түскеннен кейін, оның қауымы, өркендеген, өскен ұрпақтары әр замандарда түрлі қиыншылықтарға жолыққан. Соның ең басы топырақ апаты болған, әлемде ең үлкен. Одан кейін су апаты болған, топан су Нұх пайғамбардан кезінде болған. Ал енді Нұх пайғамбардан кейін біз сол Нұх пайғамбардың 3 баласынан тараған ұрпақпыз. Қазір 7 миллиард адамзат баласымыз. Нұх пайғамбарды екінші адам деп айтады тарихта. Тілде, дінде, тарихта, мәдениетте сол Нұх пайғамбарға барып тірелеміз бәріміз. Ал енді қазіргі алда тұрған ең үлкен қиыншылық бұл от апаты. Егер адамзат өз-өзін дұрыс жолға салмайтын болса, онда от апатында термоядролық соғыс, атом соғысы, түрлі апаттар басталып кетуі мүмкін. Ол енді әрине Алла Тағаланың құзырымен, әмірімен болатын іс, бірақ адамдар соған өздері себепші болуы мүмкін. Сонда адамзаттың қазіргі жеткен өркениетінің барлығы бір сәтте ойран асыр болуы мүмкін. Ал енді сол апатты болдырмас үшін, сондай үлкен қиыншылықтар болдырмас үшін, әр адам баласы, Құдай Тағала Құранда айтқандай, ақылдың иесі. Біз енді ақыл иесі болған соң, тек қана өзіміздің жеке басымызды емес, болмаса әулетімізді емес, біз отанымызды, елімізді, қазір енді бүкіл жер шарын қалай қорғауымыз керек, қандай бағытта жүруіміз керек деген мәселе бізде толған тоба тиіс. Ол әрқайсымыздың да көкейімізде жүр, туғаннан бастап, ақыл есімізді жиғаннан бастап, бәрімізде сол ой пікірдеміз. Бірақ та әркімнің әртүрлі әрекеті бар, әркімнің әртүрлі қадамы бар, әркімнің әртүрлі мүмкіншілігі бар, жеткен дәрежесі бар, ақыл ойы бар, соған байланысты әрекет етеді. Соған біз мынау Қағанат ғылыми мәдени орталығы деп, Қағанат консорциумы деп, біздің артымыздан бір адамзатқа сондай бір жолдау болсын деп бір негіздеме жасадық. Оны енді кемшіліктерде болуы мүмкін, жетіспеген жерде болуы мүмкін. Оны уақыт барысында толықтыра жатамыз. Алғашқы сол жаңағы мәтінін талқыласақ, өзіміздің ой пікірімізді қоссақ, негізгі осы мәселеге деген мақсатпен жиналдық. Қазіргі мынау алдарыңызда тұрған қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқасы асыл негізі қазақ тілінде жазылған, орысша тәржімаланған, аударылған. Енді әр қарай Құдай қаласа ағылшын, Қытай,
Содан кейін жаңағы араб және парсы тілдеріне аударылмақшы. Сөйтіп адамзаттың әр жеріндегі біріншіден енді қағанат көсеміз өзіміздің осы 20 жыл бойы араласып жүрген әйелдегі басшылар бар, қосшылар бар, ақылмандар бар, данышпандар бар. Соларға жібереміз. Үлкен ғалымдар танитын, әртүрлі жағдайда олармен жолығып жүрміз, халықаралық конференцияларда, жиындарда, олардың да бір талқылауынан өткіземіз. Біздің өзіміз әуелі бір мәмілеге бір келіп алсақ, содан кейін Құдай қаласа жақын күндерде бұны елбасының да назарына ұсынамыз. Біз бөтен бір нәрсені өз ойымыздан шығарып, жаңағы істейтін адамдар емеспіз. Бұл мемлекеттің, отанның, елдің болашағына қызмет ететін үлкен жобалардың бар. Бұның артында өте көп мәселелер тұр. Кейбір бір қысқаша сөйлеммен айтылған сөздің астында үлкен бір адамның тағдыры тұруы мүмкін, бір халықтың тағдыры тұруы мүмкін, үлкен бір ғылыми жаңалықтар тұруы мүмкін. Ол уақытымен, кезеңімен, себебімен ашылар деп, иншалла, Алланың қалауы болса. Сондықтан алдағы мәтінмен танысып отырсаңыздар, біздің негізгі енді бұл уақытта ұсынатын бірінші ұсынысымыз, қысқаша тұжырымдап айтатын болсақ, қазір бүкіл адамзаттың басы қосылып ақылдасатын жері бір ғана ұйым. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымы, ООН дейміз. Біріккен Ұлттар ұйымы соңғы 400 жылда әлемді билеп тұрған әулеттің, қауымның, транснациональный корпорацияның соншалықты бір әртүрлі жолдармен байыған адамдардың құзырындағы мекеме. Бұл жеке адамзаттың өздері ойлап, нақты бір әділ шешімге келіп, әділдікпен ортадан құрған ұйым емес. Бұл арнайылап құрдырған ұйым. Оның ішінде келіспейтін мәселелер көп. Мәселен, кейбір мемлекеттер Біріккен Ұлттар ұйымының барлығы мақұл деп қабылдаған шешімді өзінің ветасымен жоқ, мынау болмайды деп қоя салады. Сол себепті адамзаттың ең үлкен ақыл ойы бір ортаға салынып, керемет деп үлкен шешімдер шығара алмай жатыр. Оны әлемнің халықтары, әлемнің ең үлкен жаңағы билеушілері, билеп төстеп отырғандардың өздері де мойындап жатыр. Сол себепті қазір адамзат баласына ортақ пікір алысатын, ақыл қоятын, пікір таластыратын, сөйтіп барып ортақ бір шешімге келетін ұйым қажет. Сол ұйымды біз қысқаша тұжырымдап ұсынып отырмыз. Ол ұйымның аты біз қойғандай жаңағы Біріккен Ұлттар ұйымы емес, болмаса басқаша емес. Ол бәрімізді ортақтастыратын бір белгі, бір символға тәуелді болу керек деп ойлаймыз. Мысалы үшін қазір адам атаға алейхиссалам десең, 7 миллиард адам мойындайды. Дүние адам атаға алейхиссаламнан басталды дейді. Біз қасиетті Алладан түскен кітаптарды, пайғамбарлар жіберген хабарларды, оларды айтып отырған жоқпыз. Адамзаттың қазіргі кез келген сауатсыз адамның өзі адам атаға алейхиссалам бірінші адамымыз дейді. Екінші Нұх пайғамбарды мойындайды. Топан судан кейін адамзат таралған. Үшінші Ибрахим пайғамбарды мойындайды. Бүкіл дін, діни ақлақ мәселелері Ибрахим пайғамбарға барып тіреледі. Сол себепті біз адамзат тарихындағы ең ұлы осы үш тұлғаның атынан құрасақ дейміз ұйымды. Адам, Нұх, Ибрахим, А-Н-И болады. Ал енді сол атпен құралатын болса, онда сол құрылған ұйымның да адамдары әркез адамгершілікке, имандылыққа, әділеттілікке, дұрыс шешім шығаруға, соған өздерін жұмылдырып отырады. Сол бағыт болып тұрады. Одан кейін сол құрылған, жаңадан құрылған халықаралық ұйымның бүкіл әлемдегі мемлекеттер соның мүшесі болады. Бірақ та мүшесі болған мемлекеттердің бір ғана дауысы болады. Қандай алып мемлекет болсам да, мәселен Қытай сияқты 1,5 миллиард халқың болса да, Индия сияқты 1 миллиард 300 миллион халқың болса да, сен бір-ақ дауысқа иесің. Өйткені бұл адамзаттың мәселесі талқыланып жатқан жерде. Сен оған басқалардың атынан өктемдік жасап, өзіңнің ветаңды қоя алмайсың. Мынау болады, мынау болмайды деп әрімжеттік жасай алмайсың. Сен адам баласының ұрпағысың. Сонда барлық мемлекеттердің өкілдері
пікір салып келгенде, пікір таластырып келгенде ең өзек жарды адамзаттың проблемасы бойынша шешім шығарарда дауыс берген кезде 75% адам дұрыс дауыс берсе ғана сол шешім қабылданады деп біз ұсыныс беріп отырмыз. Қазіргіндей 49-51 емес, 51-61 емес, басқа емес, 75% деген бұл енді басым көпшілік болу керек. Күннен қалмау керек деп отырмыз. Ал 74-73% болса ше, онда сол жерде келісім, өзара жаңа келісім жасайтын алқа болады. Сол алқа сол мәселені қарсы болғандармен талқылап, тағы бір бітімге келіп, 2-3 күннің ішінде қайтадан жаңағы негізгі мәселеге өзгерісін енгізіп, сөйтіп келісіп барып, тағы бір тоқтам болады. Сонда адамзат ақыл-ойымен, ісімен, үлкен бір келелі адамзаттың болашағына пайдасы тиетін шешімдер қабылдайды деп білеміз. Осындай жағдайда ғана адамзат баласы, біз милади жыл санағындамыз, хиджри мұсылманша айтып тұрған жоқпын. Сол милади жыл санағы бойынша 3000 жылға дейін 1000 жылдық бағдарламамызды алға қоятын болса, қабылдап, онда адамзаттың бәрі ойлап тұрады. 1000 жылдыққа дейін жер беті жақсы болу керек, жаңағы ауа таза болу керек, қорегіміз жаңағы табиғи болу керек, адамзаттың денсаулығы жақсы болу керек. Сол стереотиптердің бұзылатын тағы бір көрінісі адамзатта қазір қалыптасқан жер беті 7-10 миллиард адам асырай алмайды. Сол себепті біз адамзаттың санын азайтуымыз керек деген жаңағы шайтани теория қазір жер әлемін билеп тұр. Ал жақсы, біріншіден неге сүйеніп жер әлем 10 миллиард адам асырай алмайды дейсің? Дәлелің қайсы? Екіншіден, егер солай болатын болса, оның санын 1 миллиардқа дейін, 2 миллиардқа дейін түсіретін болсаң, оның қалғандарының көзін жоятын, өлтіретін, олардың санын азайтатын, сенің құзыретін қайсы? Өкілеттілігің қайсы? Сен кімсің? Соншама адамзатқа үкім шығаратын деген адамзаттың алдында мәселе тұр. Ал енді Алла Субхана Тағаланың адам атадан бастап жіберген бүкіл пайғамбарлары, әсіресе Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның қасиетті Құранды қарайтын болсақ, Алла Субхана Тағала азықты, ризықты мен берем, сен берген. Маған ол ешбір қиыншылық қылмайды. Құранда тағы маған айтады, бүкіл адамзат баласы жиналып, маған бір қарсылық істейін десе, ештеңе істей алмайды. Тозаңда ештеңе істей алмайды. Егер бүкіл адамзат жиналып, маған бір жақсылық жасайын десе, дейді Алла Субхана Тағала, тозаңдай жақсылық жасай алмайды. 7 миллиард жиналып, Алла Субхана Тағалаға біз ештеңе істей алмаймыз. Біз тек қана өзіміздің адамзаттың Алла Тағаланың берген құқығымен, шариғатымен, тура жолымен, нұсқаған бағытымен біз қалай өмір сүруімізді, дұрыс өмір сүруімізді ғана ақылдасып, кеңесіп, сол бағытта адамзат жер бетінде өмір сүруіміз керек. 10 миллиард болсын, 50 миллиард болсын, 100 миллиард болсын, Алла Тағала ризық берем десе, жер бетінде адамзаттың өмірі жалғаса береді. Осы қатып қалған шайтани стереотипті сындыратын болса, адамзат баласының жолы ашылады, көңілі де ашылады, ниеті де ашылады, бағыты да ашылады, ой санасы, арман мүддесі үлкен келелі бағыттарға қарай бұрылады. Сондықтан кәміл инсан, біздің ата-бабаларымыз аңсап өткен толыққанды адам деген құндылықтар қазір қайтадан ортамызға шығу керек. Біз сол тас түнектің ішінен, соншалықты бір қиын шайтани орданың, орталардың ішінен біз жарқырап шығып, сондай бір келелі жолды, бағытты ұсынуымыз керек. Алла Тағаланың нұры деген бар. Нұр Алла Субхана Тағаланың нұры. Ол Мұхаммед пайғамбардың нұры ең алғаш жағылған. Ал енді қазір адамдар Құран оқыса, имани істесе, сол жерде Алла Тағаланың нұры болады. Сол нұр адамзатты жақсы болашаққа алып барады. Сондықтан біздің барлық арман ойымыз, мақсат мүддеміз осы бағытта қолымыздан келгенше Құдай Тағала бізге
қандай ақыл берді, қандай көңілімізге ой салды, сол ниетті біз адамзатқа айтып жеткізуіміз керек. Иншалла, сонда Құдай Тағала өзі бұның аяғына қарай нәтижелі болуына себепші болады. Мынау жаңағы қажылыққа, білесіздер, пайғамбарымыздың тарихынан қажылыққа шақырам деген кезде, азан айтады деген кезде айтады ғой, сен азанды айт, жеткізуші біз дейді. Сен қажылыққа шақыр, жеткізуші біз дейді. Сол себепті біз осы ойды бәріміз қостап, әрі қарай үлкен нәтижесімен жүргізетін болсақ, бісмілләні айтып, Құдай Тағала өзі барлығын жеңілдетіп, жолымызды ашып береді. Біз шайтан істейін деп жатқан жоқпыз, біз имани Алла Тағаланың қалауында істейін деп жатырмыз. Сондықтан қысқаша ғана мен тұжырып мақсатымды айтқаным осы. Ал енді бұл қазақ топырағынан неге шығу керек деген мәселе туындауы. Адамзат баласының еркі бар. 7 миллиард адам бұндай ойды айтам десе айта берсін. Қытайда айтсын, Түркияда айтсын, Америкада айтсын. Біз ешқайсына қарсы емеспіз. Біз қосыламыз деп. Ал енді қазақ топырағында айтылатын бұның себебі бар. Жер бетінде соңғы су апаты болып, топан су болғаннан кейін Нұх пайғамбардың кемесі бірнеше жерге тоқтады деген адамзат тарихында ескі қадими санада ой жосықтар бар. Ол бір айтады, Жидда төбесіне тоқтатты дейді. Біреу айтады, Арарат тауының басына тоқтатты дейді. Біреу Гималайдың басына тоқтатты дейді. Бірақ біз тарихта Құраннан білетініміз, ол жерлерге тоқтауы мүмкін, бірақ ол жерде адамзаттың өркениеті жалғасқан жоқ. Ол азынаулақ су тартылған кезде төбенің басына ғана кеме келіп тоқтап, көгершіндерін, құстарын ұшырған. Ол барып қайтып келген, өйткені басқа жерде жер жоқ. Сонда әрі қарай кеме кете берген. Сонда келіп, біздің Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған деп ескі санамызда айтылатындай, қазық ұрды, Қазығұрт деген сөздің мағынасы. Бұл жерге келіп таудың басына тоқтап, қазық ұрсам осы жер бола ма деп тоқтап еді, ол жерде болмай шықты. Сол себепті Нұр ата деген, нұр деген сөздің өзі Алла Тағаланың жер бетіндегі тағы бір нұры, нұр жауған жер. Сол Нұр атаның басына барып тоқтады, сол жерде кемесі қалды. Ол бұрынғы біздің Қазекеңнің жері, қазір енді біздің түркі халқына бәріне ортақ жер, өзімізден көп қашық емес. Сол Нұр тауының, Нұр ата тауының басынан бастап адамзаттың өркениеті бастады. Нұх пайғамбар жерге түсті, оның жаңағы Хам, Сам, Яхбет деген 3 баласы, одан барып бүкіл әлемнің 7 миллиард халқы тарқады. Олардың із жосықтары Қазақ сахарасында сайрап жатыр. Сондықтан біз адамзат баласына әңгіме айтылатын қазақпыз. Одан кейін әрі қарай жалғастыратын болсақ, осы соңғы міне 3000-5000 жылдың ішінде Қазақ сахарасындағы аса айтулы тұлғалар, жойқын небір үлкен империялар құрды. Ол адамзат баласына жаңағы тәртіп орнататын, адамзат баласы дұрыс бағытта жүрсін дейтін мемлекеттер құрды. Олардың да көбінің аттары тарихта қалған. Бірақ солардың құпиялары қазақ тарихымен байланыстырылмай жүр. Қазақ халқының рухы оянып кетеді, қазақ халқының мәртебесі өсіп кетеді деген жаһандық теріс саясаттың салдары әлемдік кейінгі империялардың, кейінгі алпауыттардың ойлап тапқаны, біз сол тарихи ақтаңдақты да орнына қоюымыз керек. Осында отырған адамдардың ішінде мен атын атап түсіністемей қояйын, ол қауіпсіздік мәселесі үшін, ол біздің ісіміздің нәтижелі болуы үшін біз бұнда көп адамның аттарын атаған жоқпыз. Біз бұнда мақтан үшін емес, бәлендей көрсету үшін емес, өзімізді таныту үшін емес. Біз ең басты бүкіл халқымыздың атынан, еліміздің атынан, отанымыздың атынан, біздің адамзат берген Құдай Тағала өзі қазаққа бәракатты тарихымыздың атынан айтатын шындықтарымызды алдағы уақыттың ішінде біз айтамыз әлемде. Жарқыратып айтамыз. Әлі көп құпиялар иншалла ашылады, тарихи ақтаңдақтар орнына қояды деп ойлаймыз. Бұл мәтіннің жазылған себебінің ішіндегі ең маңыздысы, басқа бір неше түрлі топтар
Бұның ішінен үзігін жұлып алайын десе, жұлып ала алмайтын болу керек. Бұның ішіне бірдеңелерді қосайын десе, қоса алмайтындай болу керек. Сондай бір жұмыр, Құдай тағала өз берген ниетке байланысты мақсат. Сол мақсаттан біз бастасақ, иншалла, ертең мұның әрқайсысы өз жарқырап ашылған кезде үлкен бір нәтижелерге жетеді деп ойлаймыз. Ал енді осы жобамыздың жүзеге асуы үшін, осы жобамыз нәтижелі болу үшін ең әуелі Алладан сұрап дұғаларымыз бар. Екінші, біздің елді басқарып отырған елбасымыз бар. Қазақ халқының ішінде осыған кім көмек етеді? Осыны кім біліп отыр? Кім осыны басшылық қылады? Кім соның нәтижелі болуына көмек етеді деген кезде, әуелі біздің бәріміздің есімізге елбасымыз Нұрсұлтанның аты еске түседі. Сондықтан елбасымыз қазіргі жағдайында, қазіргі жасында, толысқан жасында, кемелденген жасында адамзаттың ең мықты деген адамдармен иық тірестіріп, саясаттың үлкен алаңында өзінің сөзін сөйлеп, ісін істетіп жүрген кезінде осы мәселеге ол кісі көп көмек ету керек деп ойлаймыз. Ол кісі көп күш қайрат, жігер салатын болса, иншалла бұл мәселе жарқырап адамзатқа танылады деп ойлаймыз. Ал енді ішіндегі көп тарихи мәселелер, көп жаңағы ақтаңдақтар, құпиялар, ол кісінің сырттай бақылауымен, ол кісінің демеу беруімен, бағыт-бағдар беруімен, мақұл деуімен, келісім беруімен сонымен істеліп жатыр. Иншалла ол өзінің жақсы бір нәтижелеріне жететін күнде алыс емес деп ойлаймыз. Бірақ та түсінбеңіздер, бұл елбасының президенттік сайлауға арналған бұл бағдарлама емес. Назарбаевтың жеке басын қоштайтын біздің жағымпаз саясатымыз емес. Біздің мақсатымыз жеке бір адамның басына табыну емес. Ол кісінің де міндеті, мүддесі ақ ой арманы қандай, біз сол сияқты әрбір қазақ ретінде, әрбір ақылды инсан ретінде біз өзіміздің үлесімізді қоссақ, иншалла, ол жарқырап үлкен бір нәтижесіне жетеді. Әр инсан өзінің Алла тағала алдындағы вазифасы міндетін атқаратын болса, иншалла, барлық орнына өз ретімен келеді деп ойлаймыз. Оны әу бастан түсініп алған дұрыс. Кейбіреулер әртүрлі ой жүгіртуі мүмкін, ши жүгіртуі мүмкін. Олар жағымпаздық жасапты, әлем қылыпты, барды бар деп айту керек, мақтанатын нәрсемен мақтану керек, көкірек керетін нәрсемен көкірек керу керек, істейтін нәрсемізді істеу керек. Біз қазақ сондай елміз. Адамзаттың алдындағы біз сондай қазақпыз. Сол себепті біз Лондонда болсын, Пекинде болсын, қай әлемнің ең үлкен жерлері бар, жаңағы Калифорнияда болсын, айтамыз, Адам атаға алейхиссалам қазаққа тікелей байланысы бар, Нұх пайғамбар әлем өркениетіне қазаққа тікелей қатысы бар. Сондықтан қазақтың болашақ адамзаттың өркениетіне қосатын үлесі соншалықты үлкен. Әлі оның үлкен мүмкіншіліктері ашылатын кез келеді деп айтып жатырмыз. Иншалла сондай бір тарихи толғаммен кішкентай ойларымызды тұжырымдап айтумен осы жиынымызды бастаймыз. Жанымызда енді үлкен жаңағы ғалымдар, ғұлама, ақсақалдар отыр. Соның ішінде жаңағы біздің ұлттық университетіміздің Әл-Фараби атындағы профессоры ғалым Тұрсынбек Елдесбай болса, бастап жаңағы пікірін бастаса, сол жалғастырады, пікірлерімізді айта бастайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті бауырлар, бейбіт қажы сіздерге таныстырған жобада үлкен адамзатқа ортақ мәселелер көтерілді. Өздеріңізге белгілі қазір дүние жүзі үлкен апаттың altында тұр. Ол апатты болдырмау үшін бүкіл адамзат өзі шыққан тарих сияқты бір адамның баласындай болып, ойланып, толғанып, ортақ мәмлеге келу керек. Өзінен өзі бұл мәселе шешілмейтіні белгілі. Сондықтан біздің консорциум осындай жобаны ұсынып отыр. Бұл жобадағы негізгі мәселе дүние жүзіндегі бүкіл мемлекеттер, ұлттар,
халықтар бірігіп бір тұжырымға келу керек. Ол тұжырым жаңадан ұйым құру керек. Ол ұйым өте беделді, өкілетті болу керек. Және де жаңағы әкем айтып кеткендей, бұл ұйымның ерекшелігі әділ болуда. Қазіргі халықаралық ұйымдардың көпшілігінің өздеріңіз білесіздер, жарғысында, бағдарламаларында, іс-әрекеттерінде айқын көрініп тұрған келіспеушіліктер, әділетсіздіктер болып жатыр. Соны болдырмау үшін біздің ұсынысымызда әрбір уәкіл, жаңағы ұйымның әрбір уәкілі тек қана бір дауысқа ие. Және де бұл ұйым адамзаттың тағдырына үлкен әсер ететін мәселелерді талқылайды. Соған байланысты әділ, нақты және де сол замандағы іске дұрыс асатын шешімдер қабылдайды. Онымен қоса болашақ, мыңжылдық, онан да әрірек уақытқа, болашаққа көз жүгіртіп жоспарлар дайындайды. Ол жоспарлар саясатқа байланысты, экономикаға байланысты, мәдениетке байланысты, ғылымға байланысты мәселелер бар. Ерекшелігі бұл жердегі айтатын, тоқтап кететін нәрсе дауыс беру мәселесі. Бізде орталық демократизм деген тағы бір немелер бар. 100 кісінің 51-і дауыс берсе, сол қалған 49 адам далада қалды. Бұлай болмау керек. Әрбір ұйымның мүшесі өз ойын, пікірін, жоспарын, тұжырымдамаларын айтып, соны қорғауға құқықты. Ол үшін айталық ұйымның 70-60% келісіп, қалған 40%, 35% келіспейтін жағдайда беделді топтан өкілдер құрылып, мәселені қайттан талқылайды. Келіспеушіліктердің негізін түсініп, қалай ортақ мүддеге келуге болатынын айқындайды. Содан кейін ортақ келісімге келіп, шешімнің жаңа жобасын жасайды. Содан кейін қайтадан дауысқа салады. Сол кезде бұл енді негізінен әділ болады. Бұндай жағдай осы уақытқа дейін дүние жүзінде, әлемде әлі бола қойған жоқ. Себебі көпшілік қанша дегенмен көптігін жасап, шешімін қабылдап кететін жағдай. Екінші мәселе, бізде ірі үлкен күшті, қуатты мемлекеттер қанша дегенменен күшіне сүйеніп, байлығына сүйеніп, әскеріне сүйеніп, өз мүддесін басқалардың есебінен толтыруға, орындауға мәжбүрлейді. Осы нәрсені болдырмау керек. Оны болдырмайтын себебі жаңағыдай. Әрбір қандай алпауыт мемлекет болсын, немесе ең кішкентай халқы аз мемлекет болсын, бір ғана дауыс болғаннан кейін бұл үлкен әсер етеді. Ұйымның тағы да бір ерекшелігі мынада. Ұйым болғаннан кейін ол бүкіл әлемге өкілет болғаннан кейін өзінің іс-әрекетін, жоспарын, шешімдерін орындатуға құзырлы болғаннан кейін оны ұстап тұратын қаржы болу керек. Бұл үлкен мәселе. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының ұстап отырған қаржының 90%-нан астамын Америка береді. Сондықтан Американың қазақша айтқанда қолшатқоры болып кетеді ол ұйым. Оны болдырмау үшін біздің ұсынысымызда жарнама ұйым мүшесінің халқының санына байланысты. Неғұрлым елде халық көп болатын болса, айталық Қытай, Үнді, Америка, Ресей сияқты елдер жарнаманы көптігін. Бірақ дауысы біреу-ақ. Әділдік осы. Себебі ол бір ғана мемлекеттің мүддесі емес, немесе бір елдің, бір халықтың мүддесі емес, бүкіл адамзаттың мүддесі болғандықтан осындай шектеулер қоюға тура келді. Ал өзінің
пікіріңді айтып, ойыңды айтып, елді өзіне қарап алсаң, онда құлағып ортақ пікірге келетін жағдайда сол шешім дұрыс қабылданады. Және де бұл жерде әрине енді ол кейін болашақтың ісі ұйымның үлкен іс жүргізіп отыратын әкімшілік және техникалық аппарат болады. Ол енді заңды нәрсе. Ол аппарат кез келген өте беделді эксперттерді өзінің жұмысына тартады. Ол эксперттердің шығарған қорытындыларын ортаға салып талқылайды. Жан-жақты талқылайды. Мәселе осында болып тұрды. Сондықтан біздің ойымызша осы ұйым егер аяғынан тік тұрып кетіп, әлемнің халықтары осының мойындап, осының дұрыс екен десе, үлкен болашағы бар. Және де бүкіл адамзатты төніп тұрған от апат, термоядролық соғыстың болдырмауға бірден бір тура жол. Біз осылай есептейміз. Бұл енді біріккен ұлттар ұйымы сияқты үлкен ұйымның атынан адамзатқа сіңірген еңбегіне лайықты ең үлкен халықаралық сыйлық болса деп те жазамыз. Оны ең бірінші адам атаның атымен, Хауа-ананың атымен, ер адамдарға адам-атаның атымен, әйел адамдарға Хауа-ананың атымен берілсін. Біздің қазіргі әлемнің қайта-қайта мойын бұрып жүрген Нобель сыйлығы, бұл енді күні кеше ғана Нобель деген адам. Мысалы үшін, ертедегі біздің үлкен жаңалық ашқан адам, болмаса адамзаттың ең үлкен жаңалық ашқан адамда Нобельдің атындағы сыйлығын беру, ол бір жеке бір кішкене шағын аймақтың ғана мүддесі, шағын бір топтың ғана мүддесі. Ол Нобельдің өзінің тағдырына қарасақ, оның діни сеніміне қарасақ, басқа жағдайларына қарасақ, мүлдем қайшылықты жағдайларға ұшыраймыз. Сондықтан әділетті болады, ең бірінші адам, Хауа-ана, соның атындағы сыйлық деп, осы мына жаңадан құрылатын ұйым ең үлкен дәрежеде сондай сыйлық берсе, иншалла, ол өте адамзаттық деңгейдегі бір шешілген мәселе болады деп ойлаймыз. Ол әділетті шешілген мәселе болады деп ойлаймыз. Енді Берікбай ағамызды білесіздер, ол кісінің ғаламның ғажап сырлары деген еңбегі бар, әлі де айтылмаған көп сырлары бар бұл кісінің ғаламның. Ол енді уақыт кезең-кезеңмен шыға жатады. Сіздің ұлттық университеттің профессоры, ғылым докторы Берікбай ағасы пікіріңізді айтыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Ағайындар, достар, бауырлар, бүгінгі келелерімді қолға алып отыр. Идеяны бәріміз де қолдаймыз. Және бүкіл дүниежүзілік маңызы бар идея. Айтылған әңгімелердің бәрі рас. Бұл ұйымның құрылуына байланысты міндеттерді, мақсатты бәрі айтылып кетті. Мен әрмен қарай жалғастырайын. Адамзат дүнияға осымен үшінші рет толуы. Бірінші рет Сейлонға келіп түсті. Индияның адам-атаның өз басы. Сейлонда таудың басында адам-атаның қалған іздері бар. Оны Сәбит Мұханов келіп осында біз жас кезімізде келіп лекция оқып айтып берген саяхат жасап алған. Кітаби тұрғыдан да ескі адамдардың айтып тұрғысында Сейлонға түскен, яғни бірінші адамзат баласының таралуы сол Индиядан басталады. Одан кейін топырақ апаты, табиғи апат. Ол табиғи апатқа ұшырағаннан кейін санаулардан қалып қойған, ол жерорта теңізінің маңайында. Ол да тарихшылар жақсы біледі. Ол адамдардың ұрпағы да жоқ болып кетті. Топан су апаты болғаннан кейін. Топан су апаты мінекей жаңағы айтылды кеме
Нұрат атауының басында тұр. Бір тау деген сөзі тау деп айтпаған, та деп айтқан. Мысалы, та дегеннің өзі тау деген мағына. Bir та деген сөздің өзі 49 мағына берген. 49 лексикалық мағына берген. Екі ақ дыбыс, бір дауыстымен, бір дауыстың қосылысына. Мен дүниежүзілік маңызы бар. Бүкіл дүниесіне ортақ үлкен жаңалық аштым осында. Қазір өте жүр. Төртек теориясы деген теория аштым. Силабология деп аталатын үлкен ғылым. Буындану ілімі деген үлкен ғылым. Кәдімгі лексикология, морфология деген сияқты тілдің үлкен ғылым бір саласын ашып отырмын. Жалғыз өзім соған ие болып. Сонда жаңағы Нұхтың ар жағында, Нұх пайғамбардың ар жағында жасалған тілдің бүкіл негізін ешқандай бұлтартпай математикалық жаңа формуламен, математикалық логикамен жан-жақты дәлелдеп беретін жағдайға келдім. Бұның өзі жағыда үйім құрыла қалса, біз табиғи тілмен сөйлеуіміз. Ағылшын тіл емес. Ол табиғи тіл ағылшын тілден 1000 есе жеңіл. Және барлық өзінде неде бар, өзінің тілінде бар. Кез келген халықтың өзінде түрі. Тек қана мысалы, Восток деп айттыңыз біздер. Орыстың сөзі дейсіз дейді қоясыздар. Қазақтың сөзі, басқаның сөзі демейсіздер. Ағылшын, орыстың сөзі Восток деп айтты. Орыс деген сөз, біздің баз деген сөз. Баз баяғы дегендегі сөз, қос болып келеді. Топ деген сөз, тоқ деген сөз. Туды деген сөз. Бұрын күн туды деп біз түркі халықтар айтады. Ай туды дейді. Айтуды деп қазір де айтады. Айдың туған. Күн туды деген жоқ, қазір күн шықты деп айтады. Бұрын күн туды. Сонда қайтадан күннің айналып, қайтадан шығыстан шыққанын бастау. Бәрібір бізде де тұр, қазақта да тұр, орыста да тұр. Сол сияқты дүниежүзінің барлық тілінде. Кез келген, мысалы бізде ішкіфлексия деген құбылыс болған тілде. Анау неден ішкіфлексия бойынша сөйлеген, неге Нұх пайғамбардан бұрынғы флективті тіл деп аталады. Флективті тіл деп аталады. Яғни дауысты дыбыстар дауыссыз дыбыстың алдына, я соңына, я жоғалып кету арқылы 49 түрлі мағына берген. Оның барлығын мен кәдімгі формуламен түгелдей көрсетіп бере аламын, неше түрінде. Жай ғана Олжас Сүлейменовті бәріңіз де білесіз. Қазақ алтын деген сөзді білмеген дейді. Алтын деген Европадан келген дейді. Европадан алтын деген сөзді қабылдап алып, олар алтын деп айтады. Алтын деп айтады. Біз үйде аға ауыстырып беріп, алтын деп айтқанбыз деп, осы жазған еңбектердің бәріңізді оқи аласыздар. Ал олай емес ол. Ол тек ақылға, фантазияға сүйеніп қана айта салған сөз. Алтын деген сөз бұлай. Алтан, сонда бір-ақ дыбыс шешіп отырады. Алтан деген моңғол тілінде бар. Егер алтын табиғи болса, табиғи, өзі Алла тағаланың өзінің жаратқан табиғи болса, оны алтан деп атаған. Енді ол табиғи алтын өңдеуге түседі ғой. У деген сөзді өңдеу деген мағына тұрады. Алтын десе, өңделген алтын болады. Енді алтын десе, алтыннан жасалған сырға, алқа, білезік, тағы басқа соны бары Европаға сатқан. Олар не десе, алтын дейді. Біз алтын деп атағанды, олар алтын деп қабылдап алған. Біз кез келген орыстың сөзін қабылдап аламыз ғой. Сол сияқты түркі халықтарының алтын деп қабылдап алған. А болмаса ол алтын болып айтылады. Әрқайсысының мәні бар. Соны жаңағы флективті тіл деп атады. Кәдімгі бұлжытпайтын екі қосу екі деген сияқты бүкіл әлемнің тілдері бірігенін қазір анықталып отыр. Бірақ бұны жан-жақты білімі болмаса, теологиялық білімі болмаса, 5-ші ғасырдан 15-ші ғасырға дейін бүкіл жазба ескерткіштерді, мейлі ол ұйғыр жазуы болсын, мейлі ол архоненсий жазуы болсын, мейлі ол араб жазуы болсын, қандай жазуы болсын, оқи алатын қабілетке келеді. А менде ол бар. Енді
Одан кейін математиканы 5 саусақтай білу керек. Ол мен мектепте 5 саусақтай математиканы меңгеріп шыққан адам. Сол 10-шы класстың математикасының өзі жетіп артылады. Осы тілдегі жаңалықты ашу үшін. Соның өзі жетеді. Теңдеуі де, несі де, тригонометрия, жаңағы арифметика, алгебра бәрі осы қызмет етіледі осы. Бәрінің элементтері бар мысалы, мен ашқан жаңалықтар. Сонымен қоса қазіргі заманды білімді меңгеру керек. Оның бәрі бір адамның басына оңай емес. Тағы басқа да Құдай берген талант болу керек, тағысын тағы. Яғни керек нәрселердің бәрі менің бойымда болғандықтан Құдайдың өзі маған берген миссия шығар. Өйткені менің алдымдағы сандаған ғалымдар, үлкен ғұлама ғалымдар дүниесінің тілі бір болуы мүмкін деген болжам жасағанмен, бірақ соны ашудың жолын өзімізге дейін. Менің ерекшелігім ашатын тәсілді амалдардың бәрін түгелдей біліп отыр. Соған бір 70%-тей жұмыс жасады. Мен монографиям шықса, ол орыс тіліне аударылса, одан кейін ағылшын тілінде 3 тілінде аударылып, бүкіл дүниесіне таратылса, мойындайтынына анық көзім жетеді. Өйткені қазіргі аузын ашып көзім жұмады. Мысалы мен осы теорияны академик Қайдаровты бәріңіз білесіз, айта бастасам, ол аз бүкісін де білмейтін. Өйткені менің өзіме ғана берілген миссия. Өте, бірақ дауыссыздан тұрған. Бүкіл тілдің бәрі, кез келген. Мысалы, тал деген сөз, бір деген сөз. Та деген, бір деген сөз. Қазақтың тілінде оны бір екенін қаяқтан білеміз. Мысалы, тай деген сөз, ий қосылмайынша, ол та деп айтылмайтын болған кейін. Тай десе бір жасқа келген, құлын бір жасқа келсе, оны тай деп атайды. Сол сияқты өзі, енді та алдына шықса, әдейін десе, адыбысы алдына шықса, әдейін болып шыға келеді. Та ұяңданы керек ол үшін, орыста әдейін, ад деген бәрібір әдейін, ейін деген жұрнақ болып шыға келеді. Тырп еткізбейді, ешқандай тырп еткізбейді. Мінекі осындай жаңалық ашылған, ол осындай ұйымға қызмет ете алатын, мен соны сөздерге баяндағым келіп отыр. Ал енді жаңағыдай барлық тарихын түгелдей мен хабардармын. От апаты алғашқы 2 апат, табиғи апат, Алла Тағаланың өзі жіберген апат. 3-ші апат біздің өзіміздің қолымызда. Біз оны әрмен итереміз бе? Әлде жақындатамыз ба? Тікелей азаматтың өзінің қолында беріп отыр бұл 3-ші апат. 4-ші апат Алла Тағаланың өзі жіберетін апат, жел апат деп аталады. Онда еш нәрсе қалмайды жер бетінде. Таулы қалмайды, жел апаты келген кезде мына таулар мақта сияқты тұтылып кетеді. Жердің бетіндегі мұхиттың бәрі аспанға ұшып кәдімгі кетеді. 70 мың жыл бойы жауып тұрады сол жердің бәрі таза, жұмыртқа сияқты болып қалады. Барлық тарих бұл нұр дегеннің өзінде, мысалы Алла Тағаланың өзінің нұры бар, Нұр Мұхаммедтің нұры бар. Нұр Мұхаммедтің нұрының өзі нешеге бөлініп кетеді. Нұр Мұхаммед, Нұр әс-Сәруар деп аталады. Нұр әс-Сәруар сіздерге түсіндіру үшін өзінің 124 мың пайғамбарларын қосқан кезде тауы ненің әдігі жұмыртқаның сары өзіне ұқсайды. Нұр Мұхаммедтің өзінің нұры Нұр әс-Сәруар. Ал енді оның сыртындағы ағы бар ғой жұмыртқаның. Сары уыздың сыртындағы ағы. Бүкіл руханият, бүкіл ұрықтың, таза ұрықтардың несі ақ жұмыртқа қосайды. Жаңа кәпірді алып бастаған кезде, ұрық қосайды. Оның сыртында несі бар қойыңыз? Қабыршағы бар. Ол материя осы. Біздің мына денеміздің өзі материя. Бірақ бұл негізі нұр. Негізі нұр. Ас. Асылын ас дейді. Біз асыл деп айтамыз ғой. Бір ас. Орыстар основа дейді. Бәрібір ас. Асыл десең де ас. Арабтар ас дейді. Ол да фундамент. Бәрібір. Астан бәрі асыл.
Ас деген негізі. Ол ненің ас десе бір нәрсе басқа да орыстар да асты өзі жақсы мағынада айтады ғой. Ас деп айтады ол. Бұл енді сондай ғажап дүние. Осындай екен сіздерге мәлімдеп отырмын. Бұл ұйым құрылса адамзат баласына үлкен жақсылық әкеледі. 3000 жылдығы енді 2000 жылға кейін шегеріп тастайды. Бүкіл өмірді, бақытты өмір сүруге мүмкіндік. Өзі біз, өзі 5000 жылдан бөлініп тұрады өзі. Әр дәуірдің өзі 5000 жылдан бөлініп тұрады. 5000, келесі өзі біздің 5000 жылдықта тіпті болмай кетуі мүмкін. Тап осы іске асса. Жақсылық адамзаттың баласын жақсылық түгелде орнауы мүмкін. Мынандай бәлеметердің бәрі болмайды. Ал енді 100 миллиардтай адам болған. Ең бірінші адам атадан тараған ұрпақ. 100 миллиардтай да сол періште тілінде сөйлеген. Үшке бөлініп кеткен. Аспанда әлгі летающий тарелка деген келеді ғой. Бізді бақылау үшін келеді. Өздерінің жіберген нелер заттар әшейін. Өздері келмейді. Өздері келсе бірден өліп қалады. Бұл жерге келе алмайды өздері. Аспандағы бір жұлдызға барып мекендеген. Жердің астында да адамзаттың бір бөлігі тұр. Ана немене ерте үстік деген неде бекерде айырылмайды. Адамның бір бөлігі жердің астында. Сол алғашқы топырақ апаты кезінде кіріп кеткен. Бермут үшбұрышы. Бермут үшбұрышы соның қақпасы. Бермут үшбұрышы соның қақпасы. Сол неге бұнда тартып алып тұрады. Адамдар тартып алып, самолет па, ол басқа ма, бәрібір тартып алып, нағылатта қайтадан қоя біледі. Өйткені олардың адамзат баласының жер бетінде көп жасаған жақсы көреді олар. Бірақ қолынан келетін олардың да өзінің әрқайсының міндеті бар. Мысалы, жер апатын олар реттеп тұрады, қолынан келгенше. Мынау адамдардың қырылмауына жер апатын жағы апат болатын басқа жаққа ағыстырып жіберуге мысалы көп олардың әсер етеді. Мысалы біз қай жылы болсын бізге Алматыда үлкен апат бола жаздады. Сол апатты ағыстырып Түркия жаққа жіберді. Мен соны жақсы білемін өзі. Өз көзіммен көрдім. Берікбай аға, олар да мына жобаны қолдайды ғой. Кімдер? Жер астындағылар. Қолдағандығы да үстіндегілер де қолдайды. Өйткені біз көп жасасақ, олар көп жасайды. Біз бәріміз қырылып қалсақ, олар да қырылып қалады. Оларға да кәдесіз болады. Онда сіз хабар бересіз олар. Үстінесіз олар. Бұл мен айтқан әңгімелер емес. Бұрынғы әлгі Көкалташ медресесін бітіріп келген ғұламалар айтқан әңгімелері. Ғұлама Көкалташ медресесін МГУ сияқты болған бір кезде. Садыриддин Айни бітірген. Мынау неде Тұрмағанбет Ізденеуов бітірген. Анау Павлодарда Ахмед, Мәшкүр Жүсіп Көпеев бітірген. Қожауып дегенде. Сондай үлкен сондай ғұламалардың солдар бітіп келген ғұламалардың естіген әңгімеміз бұның бәрі. Біз ойдан шығарып айтылған әңгіме емес. Онда біз жалғастырайық. Қадыр Ханым ағамыз Кеңес одағы кезінде сыр жоғары совет депутаты болған. Своя пещера Всевышний Господь наш сказал Мухаммад Парампару, салам, что я не мог привести всех людей к этому учению, дословно, но я не стал этого делать, чтобы испытать их этим. Пусть требует своего пребывания. Это основополагающий сура Корана, который как раз не говорит о той задаче, которую поставил перед Мухаммад Пайгамбаром, Всевышний Господь. Сейчас вот это письмо является как бы наверное, попыткой нас всех, и спасибо большое Луке и всем тем, кто додумался
такого письма через призму именно духовности, через призму использовать Всевышним посланием, обратиться к людям, как Всевышний сложный момент. Так как это является своей задачей, и оно направлено человечеству, то это письмо должно быть понятно. Мне очень внимательно слушала Гамда, вы квинтэссенцию ухватили вот этого письма, потому что как раз вы ухватились связующие элементы развития человечества, разных наций, но они связаны настолько близко, вы их раскрыли. Я думаю, что в этом письме с точки зрения науки, с точки зрения ученого, это должно быть отражено. Это очень важный момент. Теперь я полностью согласен со всеми подходами, но есть элементы, которые касаются всех людей в мире. Это мы говорим об Адаме, Ное и Ибрахиме. Говоря о Ное, то здесь вот этот пример, который приводится по Южно-Казахстанской области, очень хороший. Но мне кажется, его надо подать по-другому. Как подать так, как вы говорили, сказать. Вот вы говорили совершенно другое, чем здесь написано. Вы говорили о том, что Ной, он двигался и везде оставлял свой след, в том числе и в Казахстане. Вот так надо написать, что Казахстан является одним из маршрутов великого пророка Ноя. И он свой колышек оставил там. Тогда будет это очень понятно для людей. Теперь мне бы, так как мы начинаем свой путь констатации того, что все создано Всевышним, и Всевышний будет угодно оставить нас живым и не оставить. И думаю, что в этом письме каким-то образом коротко из всех писаний священных какие-то выдержки надо дать. Моисея, Иисуса, Мухаммада, который связующим сином сделать вот плюс к тому, что вы сказали. Ну, я просто считаю, что если нам удастся допустить это письмо, то мы сделаем такое богоугодное дело, и давать оценку дальше я просто не буду, что другие будут сейчас выступать. Коротко вот сказал, мне очень впечатлил ваш подход с точки зрения научной. И он прям ярко отражает существо этого письма. Его подход, надо бы его ловить сюда. Ажиданбек Мырза, біздің енді ортамызда көп адамдар жарияға шықпай, өзінің уақытын күтіп жүр, әртүрлі мәселелер бар. Айтып қой басында жаңа. Сондай бір азаматтардың қайтадан. Ажиданбек болады, кәдімгі Бұхара Тұпараны келді. Нұратадан. Айфектемек осы баланың еңбегі. Сол енді бүкіл баяғы референциядан ешқан қызылдан енді Төретамда, сол балаңызда. Сол жерден еңкібі деген жолсыз Ағмырза Ишан дейді. Ағмырза Ишанның қасында болған мен балам молла жарасыз барлығы көкет ашып келген. Сол барлығы қарсы шығып, сол кәпірлердің заманы келді. Барлығы бай. Мен балам 1000 түйесін тапсырған екен. Мемлекетке. Сонда да қоймайды. Байқоңыр ұрпағы деп елді қамақ қалып жатқан жеріне құтқарып қалған Ағмырзаның
сол енді сол топырақтан келгенбіз. 95 келген молла Раис деген бабамыз өлеңінен алдым. Нұр тауындағы құпияның бәрі. Сол кісілерден қалған сөз бар. Мұратада құрметті Халиф пайғамбардың құпия кітабы сонда қойылған дейді. Аңыз енді қазақ тілдерінде саңыз Рухани ба? иә, құпия кітабы дейді. Нұрата тауында. Басты мәселе рухани. Рухани жағын мақтамасақ, барлығы бекер. Бейбіт ағам қозғалған нәрсе өткенде бір алдын ала келіскенбіз. Мақұлдаймыз, бұл Нағата дегеніміз басқасын бәрі бұл шайтандардың қолдауымен өткен, солардың құрылған ұйымдары. Бұл ешқандай біздерге әкелмейді. Бұны уақытқан жаңағы араб соғыстарда әлемде барлығы осы шайтанның іштен өтіп, Араб Әмірлігінде де ақшаны төгіп, сондай істеді. Гонконг арқылы мынау неге де төгіп ақшаны Кореяға неге? Бәрі сол ақшаны қай жерге төгеді бұлар? Шайтан басқарып отыр, үлкен ұйымдар сол жерден бүлік шығару. Іштен іріту ғой енді. Іштен ірітсең, біздің енді бірлігіміз мықты болсын дейміз. Бізді іштен алмаса сырттан енді алатын жау жоқ. Барлығы және елбасының саясаты мықты болды. Мына жағына тұрған тартты, тұрған ар жағын кәсібімен байлады дегендей үлкен компаниялар кірген кезде мақсат сол елдер кейін бізге қарсы шығатын болса үлкен алпауыттар отыр. Мұнайға не кіріп отқан олар қарсы шыға деген. Біздерді заводымыз бар, біздердің неміз бар дегендей. Министрлігіміз саясатты сен жатсың. Негізі мынау ұйымды біздер қолдаймыз, бұл болу керек. Ешкімге бағынбайтын, ақиқатты, шындықты айтатын, жаңағы айтып отыр ғой, 1 миллиард болса да бір дауысқа ие. 1 миллион халық болса да бір дауысқа ие. Сол кезде бұл реттеледі. Ортамызда Жантас деген бауырымыз отыр. Қазіргі кезде сіздің жазған жоспарыңыз Даниюшмун дегеннің түбастары бұл біздің қазақтың қара сөзінде тұр. Түбіңді білмесең, түбіңді білмейсің. Ең бірінші түбіңді білу керек, түбіңнен басталу бар нәрсе. Адам алейхиссалам Аллаһымызда барлықтарының бүкіл елге, бүкіл адамзатқа мәлім нәрсе. 7 миллиард адам дейміз. Ол әрине сан дүние деп айтпай-ақ қояды. Барлығы тегісін айтқан кезде бұл ұйым бір мүддені емес қорғайтын. Бұл ұйым адамзаттың баршылығын қорғайды. Адамзаттың болмысын, адамзаттың өмірін, адамзаттың тегі қадірін қорғайтын ұйым болудан шығын мәселесі. Әрине көпшіліктің дауысы деп қазіргі кезде бүкіл жерден ратификация деген нәрсе бар. Орыстарда айтқан нәрсе. Ратификациялаймыз дейді де көпшіліктің бір ұжым болып жиналып, ақылдасып, келісіп, аздыққа қарамай өздерінің көпшіліктің сөздерімен шешіліп, көп нәрсе олқы солқыда болып жатыр. Сол үшін айтылған нәрсе 75% дегеннің өзі де өте бір тұғырлы мәнісі бар деп ойлаймын. Өйткені 73%-ға жетіп жатса, оның ар жағындағысын аралай түсіндірудің өзін жеке топ құрып, осы түсіндіріп жатқан мағынаның жеке топшысы, сол түсінбей жатқан азаматтарға толығымен түсіндіріп беруге деген күш талпынысы бұл өте үлкен бір терминмен айтқанда формулировка тәсілі өте бір жақсы нәрсе деп қабылдап отырмын. Мен өзіміз кішкене жас болғаннан кейін кішкене бір төтесінен қабылдаймыз. Төтесінен қабылдағанда бұл өте жағымды, ұғымды нәрсе болады. Жаңа ағамыз айтып кетті, біз бұны немен ұштастыруымыз керек? Әрине ұжымдар көп, ұжымның мағынасы да көп, ұжымның бастамасы да көп, ұжымның идеялары да көп. Бірақ біз бұны ең бастысы ислам дінімен, ең бастысы қадірлі кітабымыз біздің Құран. Құран кітапта бәрібір жазылған. Біз өзіміз қазіргі кезде бүкіл адамзат Құран кітабының 8 ғана пайызын түсінген деген мағлұматтар бар. Деректер, нақты деректер. Ол 100%-ның 8%-ын түсіну дегеннің ар жағында ол қандай өнер, қандай білім, қандай
тереңде жатқан оны біз Аллаға біз білмейміз. Тегісін айтқанда бұл біздің жаңағы Серікқали ағамыз айтпақшы амалымыз, попытка дейді ғой. Амал деген әрине иншалла амалымыз біздің ниетпен ұштасып біз өзімізге осы ислами түрде ұғымды сіңдіруге, насихаттауға, түсіндіруге. Қазіргі кезде бүкіл әлем дүрбелең кезінде ислам дінінің кішкене басқа жақты қабылдап жатыр. Көп жағы жаңағы радикал дейді, қайдағы бір нәрселерді көп жерде аңдалма сөздер қабылдайды. Жаныма тиетін нәрсені оны айту керек. Бұндай жерде ортада айтпасақ, басқа жерде айта алмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жеке басына қарай сөз салғаны, қол салғаны, бет бұрғаны ол өте сондай бір дөрекі нәрсе деп қабылдайды. Біз бұған олар сияқты шоқпарға шоқпар деген бізде ондай нәрсе жоқ. Біз одан биік болуымыз керек, біз одан ұлық болуымыз керек. Біз оларға наоборот терісін айтқан кезде біз оларға бүкіл насихатымызды біздің өзіміздің кей ұстанған дінімізді түсіндіріп айту. Дінмен ұштасқаны және де бұл ұжымның өзінің барлығы иншалла бисмилля деп бастап жатырмыз ғой, Алланың атымен басталғанның өзінің қадірі, хайыры болады деп үміттенеміз. Бүгін бұны біз қазақ жерінде, қазақ жаңағы Нұр атауында, Нұр атамыз деп айтып отыр. Барлықтары машалла бәрі дұрыс нәрсе. Біз бұны жан-жақты қарауымыз керек, жан-жақты зерттеуіміз керек. Жаңағы айтып жатсыздар, жаңағы сіздің біліміңіз бойынша тіл, сөз. Әр кітапта, 4 кітап бар, қасиетті кітаптардың ішінде, Торада, Инжилде, Библияда, Құранда да, орысша айтқанда айтады, в начале было слово. Сөзден басталады. Алиф, лям, мим, о деген бұл бір сөз. Алла Тағала өзі біледі. Бұл барлығы сөзден басталған, ол сіздің өте бір үлкен үлесіңіз деп түсінемін бұл нәрсеге. Ғылым ғылымның бастамасы деп айтады. Біз өзіміздің қазақ елінің тарихын, қазақ жерінің тарихын, тармағын, таралуын, барлығын жан-жақты көрсете білеміз. Осы тұрғыда. Бұрынғы саяси кезінде, кеңес өкіметі кезіндегі бүкіл тарихи түсінікті, бүкіл мына сіңірген ұғымның барлығын біз қазір үзілді кесілді түрде одан ажырап, өзіміз бастайтын бір үлкен бір жол сапардың бастауында сияқтымыз. Осы ұжымда ары қарай біздің тарихымызды дұрыстап систематизированная история деп Марат ағам тәржім айтпақшы, тура сондай бір тәсілге келтіруіміздің амалының бастамасы сол ойлаймын. Одан кейін бұл ұжымда енді саясат дейміз. Саясат дегеннің біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқаны ең бірінші саясат емес, ең бірінші әлеумет, ең бірінші біздің әр азаматтың, әр қазақтың азаматтың жағдайы деп бастаған өзінің бастамасы әлі күнге шейін 20 жылдың ішінде сондай бір айқын түрде дәлелі болып, айқын түрде бір айғағы болып, нақты бір істелінген бір дұрыс жол, нұрлы жол деп бағдарлама қылып қабылдап отырмыз. Оның бастауында әлеуметтен бастайды. Саясатқа біз араласпасақ, саясат бізбен араласады деп ағамыз айтпақшы, біз саясатқа араласуымыз керек. Өйткені біз әрбір өзіміз азаматпыз. Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін біз саясатқа араласамыз. Бірақ саясаттың ішінде ол ішкі саясат емес, қазақтың елінің саясаты емес, қазақтың өзінің бір ұлтын дәріптеу саясаты емес, бүкіл әлемге кірісетін саясат, әлемге қарайтын саясат, глобалды дейміз ғой. Сондай саясатқа араласуымыздың бір мүмкіншілігі осы ұжымда жатыр ма деп мен ойлаймын. Бұл ұжымда біз ары қарай астарын ашқан кезде Құранда да жазылған, ислам дінінде тіке қабылданатын нәрсе өзіңіздің басшыңызды тыңдау әмір, өзіңіздің басшыңызды қолдау парыз, және де өзіңіздің басшыңызды желеп жебеуде ол да бір парыздың бір түрі әдет. Сол себепті ағамыз үлкен бір мәселені қазір қозғап отыр. Осының ішінде айтылған нәрселер де қозғалатын шығар. Иншалла алда болатын шығар. Тегі түбінде айтқанда ағамыз тарихи вопрос дегеннен кейін мына жерде тағы да бір тарихи вопростар қозғалуының алдында ағамыз айтып кетті. Шағатай хан, Күйік хан және де
Қарақорым астанасы, Ақсу қалашығы деген Моғолстанның алғашқы астанасы. Және де Қараханиттер кезіндегі ислам тарауы деген бүкіл жерде бізге мәлім нәрсе. Ондай бір тұбастарды қозғайтын үлкен мәселелердің алдындамыз. Ең бастысы не биік, ең бастысы үйдің табалдырығы биік демекші. Үйіміздің табалдырығынан иншалла аттайық, одан кейін ары қарай біраз бір еңбектерді істеуге Алла нәсіп ететін жағдай. İnşallah bugünkü gün buna qaraganda bir-bizga birimiz yig'tirishtirib yaqin o'tirgandan keyin ruhaniy ündüz adamlar yig'ilgandan bir erkek tarixi bo'lib o'tadi. Yani ultumuzdan, memleketimizden tarixinde qaraganda qarapayım dumanmen bugün yuqori qarab. Mana 20-cı asır osunda ekan qo'y deyindey. Osunda bo'lamizda o'ylab qolamiz. Sattılar istan basından yaxşı gelir kasına demekşi. Mana uyumundan kurulduğunu özü de bir gerekşe жағдайға келіп тұр. Жайында ештеңе болмайды ғой. Бәрінің өзінің мысалы бар. Онан салдар шығады, себебі бар. Жаңа мына ініміздің айтқандай нұрлы жол деген атауға айтып қалды. Сол енді елбасымыз нұрлы жол деп халыққа ол бір сөзден болмақты емес, елдің жағдайын түсініп тамыршы болғандықтан жолдауын арнаған жылы осы ұйымның өзінің томағасы ниетіне бекінгендігі, Аллаға тәуекел етуге. Бұл да бір жай айта салатын емес, бір әдемі сәйкестік. Нұрлы жол жарыққа келген жылы осы ұйымның өзінің бар екендігін. Мына менмендік деген адамзаттың түбіне жеткен ғой, мендік. Ал мұнда жаңағы көркем мінезділікке құрылған. Жаңағы 75% дегеннің өзі ешкімнен ешкім артық емес, ақыл асса аға де дегендей. Сондықтан ақылдың өркен жайғандығы деп түсініп отырмын бүгінгі әңгімеден бәке. Сондықтан енді бұл мәселе бүгін бәріміз бір сезіммен отырмыз. Ағадан бастап бәріміз де осыған қатысып бүгін құрылтайшысы болып, сондықтан адам қадайшылардың ұрпағы болғаннан кейін үмітпен өмір сүреміз ғой. Бір жақсы бастаманы бәке қолға алыпсың. Мынау әр істі тұлға жасау керек. Тектілік деген бар ғой, тектілік. Сондықтан барлығы үйлесіп тұр, әдейі емес. Алла Тағаланың өзінің ақиқи жол түзеуі міне осы бәке бәрімізге нәсіп қылды. Осы ұйымды құруға атсалысу. Сондықтан даже мына бір қуаныш жағдай, анау Адам ата менен Қауана атындағы сыйлық ол 100-ден жүйрік мыңнан тұлпарларға беріледі. Ол миллионнан бір адам. Миллионнан біреу. Адамзаттық ұғымға көтерілген, космосқа шығып кеткен, оның бәрі қасында жүр жақсы адамдар. Сол мәселе адамды қызықтырады, тек әлгі дүние қоңыздыққа салдырмайды. Адамның ақыл ойын ұштау үшін, мына құндылықты сақтап қалу үшін үлкен ынта. Оның даже мына сіздің тектілігіңіз, мына Өстерелдің ұлдары бірін батырым дейді деп, даже бірінші сол премияның иесі кім екені де жазылған мына ұстапта, программада. Ал енді Нұрсұлтан ағамыз аман жүрсе, ол премияда болады, осы қаратарып кететін сияқты. 7 миллиард деп отырмыз ғой, 100 миллиард, ағай айтты 100 миллиардта болған еліміз болды деп. Сондықтан Құдай өсуге жазсын. Сондықтан соның бәрі сіз бен біздің қолымызда. Мына ағаның кітабынан оқып, мына үшін шапатты адам өзі жасайды деген. Соның алдын алу мынау. Дерттің алдын алу, ақайсы болады екен. Ол елбасы жақында көп айтып жүр. Иә. Сондықтан Сондықтан болдырмауымыз керек. Ал енді мен байқап отырмын, мына ұйым күшті болады. Өйткені істің басынан көріп тұр ғой. Ақылды адамдар ялып отырмыз, Берікбай бастап, Тұрсүлтіңдер қосып, бәріміз ішіндеміз. Сондықтан жауапкершіліктен қашпаймыз.
құрта түйірлеп болса да тасимыз осы ұйымға. Бұл былай болатын сияқты. Бұл құрылат, үлкен неге. Бірақ бүгін шында да сізбен біз бақытымыз дейтінім 7 миллиард деп отырмыз ғой шамамен. Жер шарының қай түкпірінде, құрлықта, суда, әуеде де, ай мына сізбен біз бүгін иншалла шүкірміз. Осы әңгімені бірінші көтеріп отқан сияқтымыз, қазақ ұлтының. Міне елбасымыздың мәңгілік елі нұрлы жол деген осы сияқты. Қысқаша тұжырып пікірлеріңізді айтсаңыздар, жаңағы дәргез айтыңыз. Бұл жерде мына біздің президенттің қасына басқа адамдарды да қосу керек те, әлемнің адамзаттың енді былайша айтқанда ұлт мұратын қолдаған жаңағы марқұм болып кетсе де теңізші адамымыз бар ғой, француз. Кусто жаңағы Маттей сол сияқты азаматтарды қосып, өйткені басқа елдегі азаматтың бәрін қызықтыруымыз керек, қатарын толтыруымыз керек сияқты. Бұл анау тірі адамдарға беріледі ғой. Жоқ енді тірі адамдарға аруақ деген әруақ қолдасын деп айтып атамыз ғой қазақтар. Шыны керек, былайша айтқанда ол адамдардың әруағы адамзат үшін қызмет, тірі кезінде адамзат үшін ойларын айтып кетті, қызмет қылды. Ал тіріге беру ол енді просто елді қызықтыра білу. Енді қазіргі заманда мысалы Нұрсұлтандай бар болса, енді Татарстан президенті Шайбек те қосқа болады. Может Индияда басқа біреулер бар шығар, сондай ұлы тұлғаларымыз арасына қосуымыз керек, қызықтыруымыз керек. Ол сонда кішкене балаша Дүние бойынша болғасын ба? бүткіл әлем болғаннан кейін. Бұл жерде біз Шаймиевті қоссақ Путин ренжиді. Обама ренжиді. Обаманы қоссақ Оланд ренжиді. Енді соқтан оны шешетін кейінгі ұйымның өзі. Біз тек жай ғана бұлай нені айтып отырмыз, ол Назарбаевты да шеше ма, шешпей ма, басқаны қоя ма, оны енді негізі ғана ұйым шешеді ғой. Біз мысал ретінде ғана айтып отырмыз да. Сол мысал ретінде қосып кету үшін деген ойым ғой, өйткені сонда кішкене қызықтыра білгеніміз керек еді. Халықаралық тұрғыда ол енді жай ғана өздерінің ауылы деп басқа жақта мемлекеттік адамдар бізге қарсы сондай ойларын айта бастайды. Сол себепті ол өте бір керек әр ұлттың тұлғаларын іздеп отырады. Мен өзім Татарстанда оқыдым, мысалы Қазанда оқығанда, мен татарлардың әр үшін күресетініне өте риза боламын да. Керемет. Деген өлген адамдарды Досеке. Доскелді шақыр ашты. Осы енді елбасының ауылынан кәсіпкер, біздің қағанатпен бірге көп жұмыстарымыз бар. істеп жатқан. Енді мына бүгінгі айтылып жатқан әңгіменің тоқетері үлкен мәселе, дүниежүзілік үлкен шешім қабылданатын болғаннан кейін мен ойлаймын бұл жерде ашық хаттың өзі нағыз істелінетін істің өзін көрсетіп тұрды. Егер дәл осылай, осы қалпында қалдырып істейтін болса, енді бастама болғандықтан менің ойымша дүниежүзі қабылданатын сияқты. Өйткені тіршілігі, ойы, өрісі кең адамдар болатын болса, оның барлығы қолдайды. Неліктен? Өйткені жаңа өзіңіз айтқандай болашақтың апатқа ұшырамай, елдің, халықтың көбеюі, мемлекетіміздің күшеюі, барлығы осы мәселеде. Жалғыз бізге емес, бүт әлемдегі қиналып жүрген халықтарға, еңсесін көтере алмай жүрген ұлттарға, мысалы, жаңағы пайызын әр мемлекет бірақ пайызбен бір дауыспен дегеніміз үлкен мәселеде. Сондықтан толық осы уақытқа дейінгі қиналып көп елдің қатарына қосып алмай жүрген ұлттар үшін бір үлкен мәселе. Ол анау болды, толды, бітті, келді деген емес. Бұл жерде қатты қиналып жүрген ұлттар үшін үлкен әңгіме. Біріккен ұлттар ұйымының әңгімесі бір бөлек, мынау бір жаңа бастама, үлкен іс. Сондықтан біз қалай осы жерде отырған еліміздің азаматтары деп, үлкен ағаларымыз деп есептеп екенін істеп отырған ісі, бұл енді көптен бергі келатқан ойдың біреусі. Сондықтан болашағы зор деп есептеймін. Ал оған қосатын үлесіміз жаңа әрқайсыларыңыз айтып жатсыздар. Бәріміздің үлесіміз теңдей болса, қолдап жоғары көтереміз деген ниеттемін.
алла жолдасын. Серік мырза. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұл енді бағандан бері үлкен ағалар айтып жатсыздар. Бұл дүниежүзілік ең мәселені шешілмейтін бір мәселе. Осынау адамның жүрегіне, есіне беретін бір жақсы бір программа айтқанда. Бұл енді осы хатымызды ала қолдап, ары қарай дамытсақ, жаңа сіз айтып кеттіңіз, бәріміз жұмыла көтерген жүк жеңілдей, сол жұмыла жүрген жүгімізді көтеріп, еңсемізді көтеріп, қазақтың еңсесін көтеріп, бәр елді жаңа сіз айтып кеткендей елдер бар, қол жете алмаған, ақыл жетпеген адамдар бар. Соны бір Алланы қосып, бәріміз бір адамнан, хауадан, анадан еткен деген өте дұрыс. Соны мына құтты болсын енді. Береке, Алла сол берекесін немесін берсін әрдайым. Сол береке бірлікте осы программамызды бүкіл әлемге қазақ екенімізді, осы жерде өзіміздің мынау атамыз, Нұрата деп атамыз, сол көтеріп, абыройымыз аса берсін. Әрдайым осы береке бірлікте әр жиылысымыз Алла қолдап, осы өркеніміз өсіп, немеміз рухымыз өсіп, қазақ деген осының программамызды Алла тағала қолдасын деймін. Амин. Радикан деген бауырымыз отыр. Қазаққа күйеуі біздің көп ортақ істеріміз бар. Прекрасная идея. Я только с добрым пожеланием всех участников, чтобы увидеть эту работу, и чтобы такая организация заработала. Благословение Всевышнего позволит, наверное, это сделать. Сынды айтылар, түзетулерді айтылар, толықтыруды айтылар, бұл өмірдің заңы ғой. Негізгі айтылар іздейтініміз сол адамзаттың болашағының жарқын болу үшін, нұрлы болу үшін соған біз қандай бір ұсына аламыз, соның шешіміне деп. Кеше мынау Алматыда, Алматы білесіздер, 2015 жыл ислам мәдениетінің орталығы болып есептеледі. Соның конференциясы өтті, жиында. Сонда да мен қатыстым. Онда келген кісілер де айтып жатыр. Олжас Сүлейменов те сөйледі, әкімі шеттен көп қонақтар келді. Бірнеше елдің мәдениет министрлері келді, Тәжікстан, Татарстан, Москвадан. Олар да айтып жатыр. Алматы енді қала, ислам мәдениеті өркендеу керек. Бір ЮНЕСКО деген халықаралық ұйым бар. Олжас ағамыз айтады, 2013 жылы ислам мен христиан әлемі жақындау керек деген жыл болды. Одан кейін бұл бір жыл аз болып қалды да, біз оны 10 жылға тағы создырттық дейді. Ал енді бұл жерде ислам мен христиан ғана жақындамау керек. Адамзатқа ортақ әңгіме айту керек. Біз бұл жерде егер шариғат пен Құранмен кететін болсақ, онда 7 миллиардты бөлеміз. Мынау жартысы кәпір, мынау жартысы мұсылман деп. Онда біз ортақтастыра алмаймыз. Біз Аллахтың рахман сипаты. Алла 7 миллиард адамға да бірдей қарайды, бірдей өмір береді, бірдей байлық береді. Рахман сипаты бәріне жетеді. Сол сипатымен біз қарайық деген әңгімені басында айтып отырмыз. Ал өйткені екіншіден біз дініне қарай, тіліне қарай бөліне бастасақ тағы болмай қалады. Бұл ортақ құндылықтар қандай адамзатқа. Сол барып тіретін құндылығымыздың төңірегінде шындықты айтып отырмыз. Ал енді ішіндегі кейбір мысалдарды, сөздерді біз енді ойлап, әбден екшеп барып, соны қолдандық. Иншалла бұл енді бір күннің нәрсесі емес, әлі талқыланып, ортаға түсіп, иншалла мынау жиынымыздың қорытындысы барлықтарыңыздың осында келіп, жақсы тілектеріңізді, ниеттеріңізді, пікірлеріңізді білдіргенге ризамыз. Құдай тағала әрқайсыңыздың істеп жатқан істеріңіз бар, әрқайсыңыздың қазіргі қазақ қоғамында алатын орындарыңыз бар. Болашақта да адамзатқа сіңіретін әрқайсыларыңыздың еңбектеріңіз бар. Құпия, жасырын, жария, әртүрлі түрде өмірге жарыққа шығатын. Сондықтан сол еңбектеріңізге, сіздерге
үлкен жеңіс тілейміз. Біздің енді елбасымыз бір адам, қалған жаңағы бәленбай миллион қазақ, оның әрқайсысы жеке тұлға болса, онда бізді елбасын басқаратын адамның да мәртебесі өсе түседі. Біздің әлемдегі сөзіміз де жететіндей болады, даңқымыз да, мерейіміз де үстем болады. Сондықтан сол бағытта міне тәуелсіздіктің 20 жылында істеліп жатқан істердің барлығының да түпкі нәтижесі сол. Енді иншалла біздің бастап айтып жатқан ісіміз жаһанға бір ақпарат болып, бір ұсыныс болып, бір мысал болып, өрнек болып қарайды деп ойлаймыз. Оның нәтижесін Құдай тағала өзі Бисмиллахи-рахмани-рахим деп бастағаннан кейін Алла тағала соның бір берекетін береді деп ойлаймыз. Құдай тағала соған жеткізсін, жақсы күндерді жолығайық. Істеріміз болса, үлкен жетістіктеріміз болса, әрдайым ортаға салып, бірге кеңесіп, ақылдасып, бір-бірімізге рухани сүйеу, демеу болып, жұмыстарымызды жалғастырайық. Біздің қазақ сахарасындағы нұрлы жолымыз, нұрлы тауларға барсын. Ол нұр бізді нұрлармен бірге көтеріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нұрына ұласатындай дәрежеге жеткізсін. Алла тағала біздің мына дүниемізді де, ақыретімізді де хасанат қылсын, жақсы қылсын, баракатты қылсын. Иншалла, Құдай қаласа сонда жиынымыздың келесі бөлімі